Сиқырлы әлемге қош келдің. Осындай қызықты ертегілерді тыңдай беру үшін тіркеліп қолдау көрсет. Қазір ертегі басталады. Ай жарығы мен ажал жолындағы Айша бибі. Баяғыда сиқыр мен шындық қатар өмір сүретін бір алып өлкеде Айша бибі деген қыз өмір сүріпті. Оның көзі ай сәулесіндей жарқыраған, ал жүрегі таудың тасын ерітетін мейірімге толы екен. Бірақ бір түнде бүкіл елді қара түнек басады. Ай аспанда көрінбей қалады. Гүлдер солып, жануарлар тығылып, адамдар бір-бірінен үрке бастайды. Халық арасында мынадай аңыз бар еді. Егер ай жарығы мәңгі жоғалса, ажал жолы ашылады. Ажал жолы дегеніміз тірі пенде аяқ баспаған, қара тастан соғылған, түн ішінде ғана көрінетін, қорқынышты әлемге апаратын жер асты жолы екен. Ол жерге тек бір адам ғана бара алады, жарық жүректі жан. Айша бибі сол түнде шешім қабылдайды. Ай жарығын табам, халқымды құтқарам дейді. Сөйтіп саяхат басталды. Ол жалғыз өзі тауға өрлеп, тұманды орманнан өтеді. Онда адамдарды тасқа айналдыратын мыстан кемпірмен беттеседі. Мыстан оған: ай жарығын табам десең, жүрегіңді сынауға тура келеді. Бірінші сынақ сенің қорқынышың. Айша бибі өткен күнде өлген анасының бейнесін көреді. Жылап тұрып, жүрегінің дауысымен сөйлеседі: анашым, менің қайратым сенен қалған мұра. Мен елге жарық алып барам, деп көз жасын сүртіп алға жүре береді. Ол құстар патшалығына тап болады. Барлық құстар үнсіз. Себебі дауысын ұрлаған көлеңке құс бар. Айша бибі аспанға қарап, жылап тұрып ән айтады. Оның таза үні құстардың жүрегін оятады. Көлеңке құс жарыққа төзе алмай жоқ болады. Құстар Айша бибіге түн қанатын сыйлайды. Ол қанатпен кез келген қараңғылықтан ұшып өте алады. Жолдың соңында ажал жолының қара есігі тұр. Ол жерден тіпті батырлар да өте алмаған. Бірақ Айша бибі жүрегімен жарық шығара бастайды. Оның мейірімі мен батылдығы бүкіл кеңістікті жарыққа толтырады. Сол сәтте ай аспанда қайта пайда болады. Ай жарығы Айша бибінің жүрегіндегі шындық пен махаббаттың бейнесі екен. Соңы Айша бибі еліне қайтады. Халық оны жарықтың күзетшісі деп атап кетеді. Содан бері әрбір толық ай түні Айша бибінің жеңісін еске салатын қасиетті түнге айналады. Тіркеліп қой, осындай сиқырлы ертегілерді жібермей тыңдап отыру үшін. Келесіде Айша бибі тағы қандай сынды бастан өткереді?